әдет, ғұрып, жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша адам баласы жаратылғалы бері әрбір халықтың, әрбір елді жердегі ұлттардың, рулардың, қабилелердің барлығының белгілі бір дүние танымы болғандығы, әрқайсының дағдыға айналған өздерінің ата бабаларының жолынан келген дәстүрлері, ғұрыптары, әдеттері болғандығын, әрбір халықтың өзінің елді мекен жері, сонымен қатар олардың киім кию үрдісі, олардың сөйлеуі, тіпті яғни диалект дегеннің өзінде де әрбір ұлыстың өзінің белгілі бір тілі болғандығын, әрі олардың ұстаным болғандығын зерттеп ғалымдар осындай тұжырымға келген. Бұл нені көрсетеді? Кез келген халықта ол яғни бір белгілі бір дағдыға айналған әдет ғұрыпсыз ешбір халық жер бетінде мекен етпегендігі. Ал Алла Тағала сол барлық жер бетіндегі өмір сүріп жатқан халықтардың дұрыс өмір кешуінде, дұрыс жолда жүруінде, оларға Аллаға сенуде, иман келтіруде, дұрыс жолда болу үшін Алла оларға пайғамбар жіберіп отырды. Сол өздерінің ұстаным, нанымындағы, сенімдегі, дүние танымдағы өздерінің бағыттарын дұрыстап отыру үшін. Жалпы дін ол халықты түбегейлі жою үшін емес, болмаса сол халықтың дәстүрін, әдетін, ғұрыбын түбінен балташқа болу үшін емес, болмаса сол ұлттың тілін, болмаса үрдісін, болмаса тілін жою үшін емес, соның барлығын одан ары дамыту үшін, дұрыс жолда бағыту үшін, әрі Алланың заңдылығымен, шариғаттың жолыменен дұрыс өмір кешу үшін Аллахтан дінді жіберіп отырды. Сол үшін дін мен дәстүр бұл екеуі сабақтас ұғым. Егер де адамдар бұл дінде өзінің белгілі бір жаңа айтып өткеніміздей дәстүрдің негізделмесе, тілін сақталмаса, өз мәдениетін сақталмаса, ол халықтың тағдыры жаңа жоғарыда айтып өткендей мүшкіл болады, құрметті жандылар. Бұл Алла Тағаланың Құранда осы Худжурат сүресінде аятты біз көбіне естіп жүрміз. Сол аяттың астарына бір кеңірек үңілетін болсақ, біз жалпы Алла Тағаланың не себептен адамдарды ұлттарға, қабилелерге, руларға бөлуіндегі үлкен бұның бір хикметі бар екендігін түсінеміз. Мен ол аятқа тоқталайын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Худжурат сүресінің 13-ші аяты. Я айюхан нас. Астағфиру билlah. Я айюхан нас. Инна халақнакум мин закари ва унса. О адамдар, сендерді біз бір ер, бір әйелден өрбіттік. Яғни бұл жерде тәпсірде айтылады, бір ел, бір әйелден Адам алейхиссаламнан барлық адамзаттың барлығы, қияметке дейін болған адамдардың барлығы Адам мен Хауа анадан тарады, өрбіді. Ва жаалнакум шууба ва қабаил. Бір адамнан өрбіткеннен кейін де Алла Тағала не істеді? Адамдарды ұлттарға бөлді және қабилелерге бөлді. Жалпы Мекке халықтарында живар деген мынандай бір ғұрып әдет болған. Живар. Яғни, егер де сіздің үйіңізге бас сауғалап, пана іздеп келген адамды, оған пана беру, оған қамқоршы болу, бұл өте үлкен бір мәртебелі кісі болған. Яғни, кім деген сондай іс жасаса, Мекке халқының өзін, ол деген өте абырой авторитетті кісі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху уақытында, мысал ретінде, пайғамбарымыздың көкесі Абу Талибтің қызы Умму Хани деген кісі болған. Умму Хани. Ол кісі пайғамбарымыз өте жақсы көрген. Бірақ исламды қабылдамаған еді ол кісі. Ол кісі тек қана исламды Мекке фатих болғаннан кейін ғана әлгі пайғамбарымыздың қарындасы исламды қабылдаған. Оған дейін ол кісі тіпті пайғамбар хижра жасаған кезде де ол Меккеде қалған, Умму Хани. Пайғамбарымыз Меккені фатих қылған кезде Умму Ханидің үйіне өзінің қайын жұртынан екісі бас сауғалап, яғни олар мүшриктерден болады. Мекке фатих болған кезде екісі енді не болса да Умму Ханидің үйіне барып тығылсақ, бізге енді басымызға қауіп болмайды деген сондай ойменен Умму Ханидің үйіне барып жасақтады. Оны Хазірет Али біліп қояды. Сөйтеді де әлгі кісілердің атынан, ол және Бәни Махзум деген қауымның кісілер болады, мен толық айтатын болсам. Сонда Хазірет Али барып әлгі мүшриктерді барып қатыл қылуды, оларды жанына алуға барып кірген кезде, жаңағы Умму Хани Абу Талибтің қызы Умму Хани, яғни мен бұларға, бұл менің үйіме келді ме?
мен бұларға мен басымен жауап беремін деп әлгі екісін қайын жұртынан тығып келген екісіні қорғаштайды. Сонда Хазірет Али бұл іс әрекетті пайғамбарымыз жеткізгенде, пайғамбарымыз Умму Ханияны жаңағы кісіні шақырып, сонда пайғамбарымыз айтты: "Я Алланың елшісі, я Мұхаммед, сен білмейтін бе едің? Меккенің халықтарында осындай бір ғұрып әдет бар. Егер де біздің үйімізге кім біреу паналап, жаңағы пана іздейтін болса, қамқорлыққа оны алу үлкен мәртебелі іс. Мен сол үшін ол екі кісіні өзімнің қамқорлығыма алдым, оларды қорғадым" дейді. Сол пайғамбар не дейді? Умму Хани, сен қорған болған адамдарға біз де қорған болдық деді. Қараңызшы, бұл деген сөз, ондай ол Меккенің ол уақытындағы сондай бір қалған дәстүр болса, біз де ол дәстүрді қолдаймыз деген сөз. Сен дұрыс жасадың дегендігіңді пайғамбарымыз көрсетеді. Сол уақыттан бастап Умму Ханияның исламды қабылдағандығы деректерде келеді. Сол уақыттан кейін Умму Хани Абу Талибтің қызы. Сол уақытқа исламды қабылдамаға пайғамбарымыздың әлгі сөзінен кейін исламға келіп кәлиманы айтқандығы тарихта келтіріледі. Бұндай деректер өте көп тарихымызда. Тіпті пайғамбарымыздың әлгі хижрет жасаған кезде, сондай бір хижрет алдындағы пайғамбарымызды күтіп алу, қошемет қылу, әлгі әртүрлі әуенді жаңағы керемет сондай бір жақсы ақындардың жырауларыменен Талал Бадыр айтулардың өзі де бұл да үлкендерге жасалған сондай бір құрмет, қошемет болған. Бұл Мәдина халықтарының ертеректе болған ол нәрсе. Сол нәрсені пайғамбарымызға да не қылды? Сондай құрмет көрсеткен кезде пайғамбарымыз қош көрді, оны қош алды, оны теріске шығармады. Сендер не істеп алсыңдар, ондай жиыстырыңдар бұлардың бәрі, мен ол сендерді қошемет үшін келген жоқ деген жоқ. Пайғамбарымыз оны дұрыс қабыл алды, құрметті жамағат. Осындай дәстүрлер өте көп. Бұл біздің қазақ халқында да ондай дәстүрлер бар. Абдуллах Масудтан жеткен хадис: "Фама ра'ал муслимуна хасанан фахуа индаллахи хасан, ва ма рау саййиан фахуа индаллахи саййи." Хадисте келгендей, мұсылмандар жақсы деп есептеген нәрсе Алланың құзырында жақсы. Аллаға шүкір, жаңа айтып өттік, елімізде қанша ешкім бүгінде бірімізді біз сен анау түрпік деп жатқанымыз жоқ. Бәріміз осы елдің азаматымыз. Бәрімізге жетеді, жерде жетеді, осы елдің бар нығметі де жетеді, тау тасы да бәрімізге жетеді. Ең басты бір ынтымағымыз, бірлігіміз болса, ол дін, шариғат деген нәрсе тағы да біліңіздер. Егер де ол дін, шариғат халықтың, елдің игілігіне қызмет ету керектігін біліңіз. Ол дін, шариғат ертең сіз дінді теріс алып, қан төгіске алып баратындай, қақтығысқа алып баратындай, бүлікке алып баратындай дінді өзіңіздің мүддеңізге пайдаланбаңыз. Керісінше діннің жақсы тұстарын пайдаланып, елді халықты біріктіретін, жоғарғы білімге жеткізетін, халықтың елдің болашағына сондай жақсы өзінің септігін тигізетін нәрселеріменен барынша діннің шариғаты болмаса, сіз намаз оқып құлшылық жасаңыз болды, сізге ешкім кедергі жасап жатқан жоқ. Сол үшін Алла Тағаладан еліміздің халқымыздың амандығын сұраймыз. Жаңа бұл ғұрып, дәстүр деген сөздің өзі жаңа айтып өткеніміздей, дін мен дәстүр деген сөздің барлығы дәстүр не? Дәстүр бұл заңдылық деген араб тілінің сөзі, бұл дәстүр, бұл заңдылық. Бұл белгілі бір халықтың дұрыс өмір сүру үшін өмір кешуде бір заңдылықтар. Әдет деген не? Арабтың адет деген сөзіне бұл әбден халықтың еліне дағдыға айланып, бұл жасала бергеннен кейін халықтың елінің алдын жақсы сондай әдетке айланып, күнделікті халық сол әдеттің аясында өмір кешкендігі бұл ғұрып, бұл әдет. Екеуі бір нәрсе.